60 жылдардағы көшелерде қойылған су құбыры болатын. Осы қызды мен қайтадан осы үлгіде жасадым. Достар, біз Бейнепрос сұрағайдарында Шымкентте тазалықтың символына айналған қай мүсін туралы айтып тұрмыз деп сұраған едік. Енді дұрыс жауабы бұл су басындағы қыз мүсіні. Бұл әсем мүсін Қазыбек би көшесі мен Тәукехан даңғылының қиылысында Кеңбаба этносаябағының алдында тұр. Туындының авторы мүсінші Әбдікәрім Ахметов. Басындағы 60 жылдардағы көшелерде қойылған осындай су құбыры болатын. Ауылдың адамдар су тасып, су ішетін. Енді соның ішінде бір көрініс болған жас балдардың, қыздардың су басында аяғын жуып ойнағандарын. Суретшілер училищесінде оқып жүргенде дипломдық жұмысқа айналды. Мен дипломым осы уколонки деп аталған осы қыздың үлгісі. Кейін 2007-де осы қызды мен қайтадан осы үлгіде жасадым. Бұл енді тазалық, пәктік, өмірдің тазалығын көрсететін керемет бір дүние. Осы қызды қолаға құйып, алғашқыда хиперхаусқа алдында тұрған, кейін осы жерде орын тауып қалаға қызмет жасап жатыр. Мағынасы да зор. Жастарға, қыздарымызға, қазақтың қазіргі салт дәстүрлерінің ойындарын, халқымызда бар нәрселерді көрсете алғанымыз өте жақсы. Мен ойлаймын, жалғасын табады шығар деп.